Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, пікір қалдырып, лүпіл басып кетсеңіздер қуанып қалушы едім. Бүгін сіздермен өте пайдалы, оңай әрі тез жасалатын салат түрімен бөлісетін болам. Ең бірінші бізге қажетті заттар: брокколи, 2 қияр, 2 қызанақ, 2 болгар бұрышы және де 3 дана сарымсақ қажет болады. Ең алдымен брокколиді осылай саптарынан кесіп алып, бас жағын жуып, қайнап тұрған ыстық суға 1,5-2 минут көлемінде қайнатып аламыз, кішкене жұмсару үшін. Одан көп уақытқа қайнатуға болмайды. Максимум 2 минут, 1,5 минут аралығы жеткілікті. Қайнап шыққан брокколиларды арнайы ыдысқа сүзіп аламыз, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді 2 дана болгар бұрышын осылай видеода көріп тұрғандай көлемде турап аламыз, дайындап аламыз. Үш дана сарымсақты да майдалап турап аламыз. Теркадан өткізуге де болады, мен қолмен турадым. Өте майдалап турап дайындаймыз бұны да. Қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, болгар бұрышын салып, 5 минут көлемінде кішкене қызарғанша қуырып аламыз. Артынан туралған майда сарымсақты салып, оны да қызарғанша шамалы қуырып аламыз. Ендігі кезекте қиярымызбенен қызанағымызды турап аламыз. Видеода көріп тұрғандай, қатты үлкен емес, қатты кішкене де емес, орташа көлемде осылай кесіп турап аламыз. Туралған масалықтың үстіне брокколимізді, менде енді түптері кішкене қаттылау болғасын, жеуге ыңғайсыз болады, сол себепті осылай тағы да ұштарын кесіп алдым. Енді ол өзіңіздің еркіңізде. Жей алсаңыз, әрине қосып сала беріңіз. Жей алмасаңыз, мен секілді осылай кесіп алуға болады. Мен осылай жақсы көрем, жұмсақ жерін ғана жеймін, сол себепті осылай кесіп өзіме ыңғайлап алдым. Енді барлығына қуырылған болгар бұрышы менен сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Кішкене тұз салып жіберіңіздер осы арада. Қызып тұрған табаға кішкене күнжітті
жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Себебі бұл күнжіт өте ерекше дәм береді салатқа. Сол себепті қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Қызарған күнжіт, қуырылған күнжіт өте дәм береді, әдемі. Дайын болған салатымызды арнайы тарелкаға салып, бетінен қуырылған күнжітімізді сеуіп, дастарханға тарту етеміз. Өте дәмді шығады. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ерекше дәм беретін өте пайдалы, әдемі салаттың бірі. Жасап көріңіздер. Ас болсын. Көп рахмет.